Уруй айхал, сәлем бәріңізге. Hi everyone. Good morning. Nece bağışlar yok bayla? Ama ya bu şapkası. Palvan! Götür palvan! Götür palvan! Out gidiyor anne. Very dangerous sport. Someone has injury now. I think leg broken. Almost everyone in this sport has leg injury, so it's usual, dangerous. Hi, good morning. It's getting cold, but let's continue.
Good morning. Доброе утро, хайырлы таң. Atım, itim. My dog and horse. Good morning. And everyone. Yeah, I'm close to Aksu-Jabagалы National Park. It's like 20 kilometers until one hostel. I hope hostel open because of quarantine. There is no hostel actually, but let's see. I'll try. I'm making tea. Yeah. Жол бойында осындай қоқыстар көп табылып жатыр. Мен арасында осылай өртеп жүрмін үнемі. Сіздерге қоқыс тастамауды өтінемін. Рахмет. Hey everybody, I'm coming close to National Park Aksu-Jabagалы. Only 15 kilometers now. Right there, Aksu-Jabagалы. Look at that, after riding almost 500 kilometer horse, I'm going to cross a big road. First time. Can you do that in Europe? No. Isn't amazing? Isn't amazing? Yes, it is amazing. Hi everyone, салем бәріңізге. Друзья, всем привет. У меня сегодня 500 километров закончился. Бүгін 500 километр бітті. Today I finished 500 kilometer and it means still there 500 kilometer to finish. So one thing happened with me. One accident. Достар, менімен бір оқыс оқиға болды. Друзья, со мной случился один инцидент, так мягко говоря, или как говорится. Все по порядку. Оқыс оқиға болды. Ол мен Жабағалыға барғанмын. Жабағалыдан барған кезімде өзім шаршағандықтан жататын жер іздеп Жабағалының қонақ үйіне бардым. Жабағалы қорығының қонақ үйіне. Ол жердегілер ат қоятын жерлері болса да мені қабылдады, бірақ ішінен қайдадан шығарып жіберді. Олардың айтуынша бұл жерге тек адамдар джиппен келеді екен, өкінішке орай. Содан мен жататын жер іздеп түнімен ол жерде далаға жатқым келді, бірақ көп хостелдер бар екенін біліп іздеумен болдым. Сөйтіп түн батып кетті. Жолда келе жатып түнде артымнан бір машина соғып аз жарақаттандым, бірақ іштерім сынбады, Құдайға шүкір. Бірақ мені қатты өкіндірген жағдай, адамдар ешқандай бәрібір сияқты болды. Ешқандай қалайсың, жағдайың дұрыс па деп те сұрамады. Мені қатты сол өкіндірді. Мен ол адамдарға ол оқиға болғанына ренжімедім, бірақ
солай артынан солай маған ешқандай сұрамағаны сол қатты ренжітті. Содан кейін Ақсу жабағылына кіруге, ол жерде қыдыруға өзім шынымды айтсам ешқандай құлқым болмады. Ол жерді келесі күні ерте сағат 6-да тастап кеттім. Сөйтіп Шақпақ ата Бауыржан Момышұлы жағына қарай кетіп, Шақпақ ата деген жердегі бір қонақ үй тауып, қазір сол жердемін. 3 күн болды, демалып жатырмын. Денелерім қатты ауырған еді, қазір аздап қайтты ауырғаны. Сәл ауырып тұр, бірақ қолдарымның аз жарақаттары бар. Бірақ сол енді демалып алғаннан кейін арғай жалғастырамын. Бірақ ойлап қалмаңыздар сіздер, мен адамдар жаман екен. Негізі Қазақстанда мен түсінгенім, қыдырып көп адамдармен сөйлесе, адамдар жаман деген былай түсінік қалыптасқан деген. Барлық адамдар жаман, барлық адамдар ол өтірік. Мен кездескен адамның 90%-ден көбісі өте жақсы адамдар. Маған менің ақшам болса да маған ақша беріп, біреулері маған тамақ жататын орын беріп, 2-3 күнге атыма жем беріп, былайша айтқанда көп адамдар көп нәрсені сұрамасам да маған беріп жатты, көмектесіп жатты. Сондықтан бұл жер тек мен бір жердің, сол Жабағылы жеріндегі қатысты нәрсе деп ойлаймын. So guys, with me happened one accident. I was in close to National Park, and I was going to shoot some nice videos from nice bigger mountains, but happened one accident. Just I was searching some hostel because of quarantine. It was hard to find hostel, and it was late night, and I was riding on small road at night. I didn't want actually, but I did so. So at night some car came to hit me from behind my horse, and I fell down. I injured a little bit, but nothing broken, everything fine. My horse also fine. And after that day I didn't want to continue to travel inside National Park, and just I left there, and I find some hostel, and I'm right now there, and I'm resting and recovering. I'm getting better now, already 3 days. So I'm going to start again my journey tomorrow. So thanks for you guys watching, and yes. So со мной случился один случай. Я был в национальном парке, и там один машина сбил меня, мою лошадь, я и упал. И, царапины у лошади у меня, но ничего не сломался, все в порядке. Я подчеркну, до этого встретил очень хороших людей, и 90% у меня было очень такие дружелюбные люди, гостеприимные. Они давали мне все, короче. Без них я бы, не знаю, я бы продолжал свое путешествие, но было бы очень трудно, я думаю, дважды труднее. Я благодарен за это, но там именно в этом близ парка было такой случай, может это я сам тоже виноват, может. Но случай произошло, потом я не хотел даже в национальном парке продолжить свое путешествие, я просто ушел оттуда, никакие нормальные видео я не снимал, к сожалению. И я ушел к сторону Тараза и Бауыржан Момышұлы, Шақпақ ата. Там я нашел по дороге один хотел, и там я сейчас уже 3 дня. Я сейчас лучше, чуть-чуть болит тело, но все нормально. Завтра я продолжу свои путешествия. Всем спасибо. Thanks for watching, everyone. До завтра.